Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қалайық жаңалық деп осыны айт. Жемқорлардың енді спискісі шығатын болды. Ойлап қараңыздаршы, енді жемқорлардың тізімін жариялайтын сайт іске қосылды. Осы кезге дейін парламентте бұл мәселе ашық айтылған болатын антикордың тарапынан, және көпшілік ойлады, сонда қалай жемқорлардың тізімі жарияланатын болса, бүкіл халыққа ол әйгілі болатын болса, осындай масқара жағдайға жеткізген елді сондай адамдардың тізімін жариялайтын болса, бұл қалай болуы мүмкін? Өйткені Қазақстанда бұл кезге дейін ондай өзгеріс болмаған еді. Халық түсінбеді, шынымен де бұлар осындай қадамға барайын деп отыр ма? Билік бұған сенімді ма деді. Өйткені жемқорлардың тізімін сіз списктен қарай аласыз, ашық түрде. Кез келген халық списктен қандай жемқор бар екенін қарай алады. Ал бұл нені білдіреді? Бұл кім мемлекеттің қаражатына қол салды, кім ұрлады, кім неше түрлі сыбайлас жемқорлықпен айналысты, шенеуніктердің. Міне осы шенеуніктердің, жемқорлықпен айналысқан шенеуніктердің енді спискісі жарияланады. Портал іске қосылды. Ресми түрде антикордың өзі мәлімдеме жасады. Ал енді ойлай беріңіздер, Қазақстанда жемқорлардың көшбасшысы кім болуы мүмкін? Мен осы жаңалық басында айтылған кезде, осы мына парламентте айтылып жатқан кезде, мен ойладым, шынында да үкімет бұндай қадамға бару мүмкін ба? Қалайша? Енді олар бір-бірлерінің арттарын ашып, жаңағыдай биліктегі жемқорлар енді осындай халықтың алдында масқара жағдайға жететіндей, яғни тізімі шығатындай, спискке аты шығатындай жемқор ретінде бұндай қадамға қалайша барып жатыр бұл деп ойлаған едім. Бірақ антикор расында да бұл сайтты іске қосты. Ресми хабарлады. Осы кезге дейін тек ұсыныс болатын болса, енді бұны ресми түрде іске қосты. Жаңалық бүкіл елге тарап жатыр. Ал енді ойлай беріңіздер, бірінші орында қандай жемқор тұруы мүмкін? Кімдердің, бұл спискте кімдердің аты бірінші аталуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Қазақстан жемқорлыққа, мына мемлекеттік салада, квазимемлекеттік секторда жемқорлыққа былыққа батқан жемқорлыққа. Оны Тоқаевтың өзі ашық айтып жүр, үкімет басшыларының өзі ашық айтты осы кезге дейін. Күрес жүріп жатыр. Бірақ соған қарамастан қаншама шенеуніктер жемқорлықпен ұсталып жатыр. Енді осынау сайт іске қосылып жатыр. Бұл былайша айтқанда үлкен жаңалық, жемқорлардың спискісін көретін боласыздар енді сіздер. Ал енді сіздерге сұрақ, кім жемқорлардың спискісінде алғашқы орындарды иеленуі мүмкін? Кім жемқорлар тізімінде болуы мүмкін Қазақстанда? Қалай ойлайсыздар? Және бұл жүйе, үкіметтің бұл жасап жатқан іс-әрекеті расында да жемқорларды азайтуға жаңағы көмегін тигізеді деп ойлайсыздар ма? Қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазып қалдырыңыздар, себебі бұл жаңалық бүкіл елге тарап жатыр. Жемқорлардың спискісі туралы. Енді бүкіл халық көретін болды жемқорлардың спискісін. Ал енді осы сұрақтарға жауап беріңіздерші. Шынында да жемқорлардың спискісі жарияланатын болса, онда кімдер алғашқы орындарды иеленуі мүмкін? Кімдердің аты жөнін тұруы мүмкін жемқорлардың тізімінде? Және үкіметтің бұл шарасы, антикордың бұл жұмыстары расында да елімізде жемқорлықты азайтады деп ойлайсыз ба?